Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Мен бүгін шахматтың рейтингі туралы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Кейбір көрермендеріміз түсінбей жатады, рейтинг деген ол не, оны қайдан аламыз, оны қалай есептейді, менің разрядым қандай деген сияқты. Міне осы сұрақтарға нақты жауабын берем. Ең алдымен жаңадан көріп отқан көрермендерім болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментке міндетті түрде жазыңыздар. Бұда да шахматта да, футболдағыдай, басқа да спорттағыдай рейтингті есептейтін FIDE деген бар, федерация. Сол бекіткен федерацияны осындай мысалға рейтингтер болады. Мысалға сіз жаңадан шахмат бастаған кезде рейтинговый турнирлер болады, без рейтинговый. Мысалға сіз разрядқа барсаңыз, қарапайым мектептерде, школаларға бар разрядқа қатыссаңыздар, сізге рейтинг берілмейді. Официально учетом рейтинга, обсчетом рейтинга деген турнирлер болады специально. Сонда рейтингті есептейтін мысалға чемпионат Қазақстандарда, немесе сонда үлкен қалалық чемпионаттарда, немесе сонда рейтинг есептейтін сонда шахматный клубтар болады. Міне сондай жерлерде ойнасаңыз, взностары сәл қымбаттау болуы мүмкін, немесе осындай мемлекеттің өзінің ұйымдастырған турнирлерінде рейтинг есептеліп жатады. Міне сонда сіз рапидте ойнасаңыз, рапидтің рейтингін аласыз, классикада ойнасаңыз, классикалық рейтинг аласыз, блицте ойнасаңыз, блицтің рейтингін аласыз деген сияқты. Міне әр норманың ойнайтын контроль уақытпен ойнайтын ойындардың өзінің рейтингтері болады. Мына жерде енді негізгі соған сай келетін рейтинг нақты көрсетілген. Мысалға сіз интернет платформаларында ойнасаңыз, Lichess, басқада Chess.com, о жерде алған рейтингіңіз өзіңізге примерно жақындай сізді өзіңіздің рейтингіңізді ала аласыз. Мысалы 1600 болуы мүмкін, 1700, бірақ ол сіздің әлем бойынша нақты осындай бекітілген рейтингіңізге жатпайды. Мысалға сіз корточка алу үшін, мысалы үлкен деңгейдегі сіздің нақты рейтингіңіз болу керек. Мысалға қараңыздар, 1000-нан 1400 рейтингіңіз болса, шын FIDE-ге тіркелген. Онда сіз бірінші 4-ші разряд дегенді білдіреді. 1400-ден 1600 3-ші разряд, 1600-ден 1800 2-ші разряд, 1800-ден 2000-ға дейін 1-ші разрядты білдіреді. Кейде болады, кейбір ойыншыларда қатты ойнау мүмкін, бірақ рейтингі төмен болуы мүмкін. Өйткені турнирде көп ойнамаған болса керек, сондай жағдайлар болып жатады. Но нағыз рейтинг міне осымен ажыратуға болады. 2000 мен 2100-дің арасында ол кандидат мастерді білдіреді қыздар арасында. Қыздар олдар арасында осылай бөлініп жатады. 2100 мен 2200 мастер FIDE среди және осындай рейтингті сіз FIDE бойынша алатын болсаңыз, міне сіз официально өзіңіздің корточкаңызды, өзіңіздің құжатыңызды ала аласыз. Мастер немесе КМС-тен бастап ала аласыз. Бізде өзі Қазақстанда федерация бар, сіз заявление тастайсыз, осылай мен рейтингім бар, осындай маған не керек десеңіз, сізге міндетті түрде шығарып беретін болады. 2200-ден 2300-ге дейін ол международный мастерді білдіреді, 2300-ден жоғары қарай ол гроссмейстерді білдіреді қыздар арасында. Ауылдар арасында жерде көрсетіліп тұр, керісінше сәл қиындау 100 пунктке. 2000 мен 2200-дің арасы ол кандидатты білдіреді, 2200 мен 2400-дің арасы ол мастер FIDE, 2400 мен 2500-дің арасы ол международный мастердің рейтингі, 2500-ден жоғары қарай ол международный гроссмейстердің рейтингі. Міне жалпы осындай біліп жүріңіздер, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Ең бастысы каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Олжас Жарқын, күн жарық болсын.